Сәлем достар, бүгін өте пайдалы, өте дәмді, салмақ қостырмайтын, калориясы өте аз, таңғы ас жасаймыз. Бұл таңғы асқа небәрі 5-ақ зат керек: сәбіз, кәді, яғни кабачок, жұмыртқа, укроп және сыр. Енді татымына қарай тұз бен бұрыш қосасыз. Ең алдымен сәбіз бен кабачокты майда үккіштен өткізіп, укропты салып, үстіне жұмыртқа қосып араластырып аламыз. Тұз бен бұрышты қосуды ұмытпаймыз. Қызып тұрған пешке дәл видеодағыдай салып 15-20 минут пісіріп аламыз. Ортасына сырды үккіштен өткізіп салып, бір-бірінің үстіне қойып, 2 бөлікке бөлеміз. Енді мен дәмін айта алмаймын, сондай керемет болған. Дәмі ерекше енді. Мен бұндай болады деп мүлдем ойламадым. Дәмі маған қатты ұнады. Дәмін білу үшін өздеріңіз жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Лайк басуды ұмытпаңыздар.